Алмастырмам. Бүгін Алакөл ауданы Учарал қаласындамыз. Кезекті қоғамдық тыңдауды бастап жатырмыз. Дайынсыздар ғой? Дайынсыз бастап. Қайырлы күн бүгінгі жиынға қатысушылар. Мен бүгінгі жиынның төрағасы Алакөл ауданы түкіші жолаушылар көлігі автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясының бөлімінің бас маманы Абай Омаржанұлы. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекіту туралы номері 286 бюроның 21 тармағына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзімді төраға ретінде ұсынамын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы магистральды газ құбырлары үшін шығарындылар мен стандарттар және қалдықтарды басқару бағдарламасы. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың қатысушы ретінде қатысушылар арасынан Садық Азамат Мұхамедұлы саясат қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Олай болса бір ауыздан қатысушы сайланды, қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Тапсырыс беруші мекеме Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Алматы магистральдық газ құбырлары басқармасының филиалы. Бүгінгі жиналысқа жаңа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен мүдделі органдардың өкілдері қатысуда. Атап айтатын болсақ, Серік Болатұлы Жетісу облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасының маманы, Мамбеков Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Алматы магистральдық газ құбырлары басқармасы филиалының өкілі. Енді кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентін тоқтала кететін болсақ, баяндама жасауға қатысушы ретінде 15 минут қосымша сөйлейтін пікірлеріңіз болса 3-5 минут уақыт беріледі. Және баяндама аяқталғаннан кейін өздеріңіз пікірлеріңізді айта кететін қосатын өздері ұсыныстарыңыз болса, оны да айта кетесіздер. Енді кезекте хатшыға сөз берсек, жоба бойынша өзіңіз баяндама жасаңыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Талдықорған Учарал магистральды газ құбыры үшін шығарындылардың стандарттары және қалдықтарды басқару бағдарламасы болып табылады. Бұл жерде бұл бағдарламаға тапсырыс беруші Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Алматы магистральды газ құбырлары басқармасының филиалы. Әзірлеуші Казэкономика жауапкершілігі серіктестігі. Енді бұл жобада жоспарланып отырған қызметті атап айтқанда магистральды газ құбырын іске асыру барысында туындауы мүмкін теріс салдарлар айқындалды. Табиғи экологиялық жүйелер мен табиғи ресурстардың тозуын, бүлінуін және сарқылуын азайту бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірленді. Сондай-ақ жоспарланып отырған қызмет аймағында тұратын халықтың қалыпты өмір сүруі мен денсаулығын қамтамасыз ету шараларының барлығы қарастырылды. Енді бұл кәсіпорын туралы жалпы мәлімет айта кетсек, біздің кәсіпорын объектінің атауы Интергаз Орталық Азия, заңды мекенжайы Алматы облысы Жамбыл ауданы Шолақ-Қарғалы ауылдық округі, Қасымбек ауылы, біздің директорымыз Ералы Айым Бейбітұлы. Енді әкімшілік тұрғыдан газ құбыры аумағы Жетісу облысында орналасқан. Ең жақын елді мекендер ол Жансүгіров ауылы, Сарқан қаласы, Қабанбай ауылы, Учарал қаласы. Газ құбырдың трассасының жалпы ұзындығы 302,64 километрді құрайды. Бұл магистральды газ құбырының негізгі қызметі табиғи газды тасымалдау. Магистральды газ құбырының біз ұзындығын айттық. Талдықорған мен Талдықорған Учарал газ құбыры Алматы Талдықорған магистральды газ құбырының бірыңғай жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Өйткені Талдықорғанға келген газдан бері қарай біз сол точкадан алдық десек болады. Енді бұл газ құбырының аумағы осы келесі аумақтар, аудандар арқылы өтеді. Ескелді ауданы бойынша 50 километр, Ақсу ауданынан 99,5 километр, Сарқан ауданынан 59,97 километр, Алакөл ауданы бойынша 81,147 километрді, Талдықорған қаласынан 7,7 километр өтеді, Қаратал ауданынан 3,7 километр өтеді осы магистраль. Енді газ құбырының келесі негізгі құрылыстары келесі элементтерден тұрады. Бұл газ құбырындағы біздің трубаның диаметрі 530 мм, жобалық қысымы 9,8 мегапаскаль, ұзындығын айттық. Бұл магистральды газ құбырында 6 автоматтандырылған газ тарату станциясы бар. Ол біріншісі жаңағы Қапал, екіншісі Жансүгір, үшіншісі Сарқан, Қойлық, Қабанбай және осы сіздердің Учарал қалаларыңызда орналасқан. Және бұл газды бөлу және қысымды төмендету үшін негізі автоматтандырылған газ станциясы. Ол жерде апаттық және жоспарлы жұмыстар кезінде жекелеген учаскелерді ажыратуға арналған желілік бекітпе арматуралары бар. Тасымалданатын газ көлемін бақылауға арналған газ шығынын өлшеу торабы бар. Тазалау және ішкі диагностика құралдарын жіберу және қабылдау камералары бар. Газ тасымалдау автоматтандырылған режимде жұмыс істейді. Технологиялық параметрлерді қысым, шығын, температура тәулік бойы бақылаумен жүзеге асырылады. Ол әрбір АГТС-та 5 операторлардан жұмыскерлер, жұмысшыларымыз соны қадағалайды.
Құбырды коррозиядан қорғау үшін антикоррозиялық жабындар мен электрхимиялық қорғау жүйелері қарастырылған. Енді жоспарланып отырған қызметтің ықпал аймағында курорттар, демалыс аймақтар және атмосфералық ауаның санитарлық жай күйіне жоғары талап қойылатын объектілер жоқ. Орман алқаптары, ауыл шаруашылық жерлері, қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері, санаторийлар және демалыс үйлері бұл елде анықталған жоқ. Газ құбырының пайдалану учаскесі су қорғау аймақтары мен белдеулердің шегінде орналасқан. Жұмыс аймағында мал қорымдары мен жануарларды көметін көмінділер жоқ. Объект тарихи және мәдени мұра ескерткіштерін қорғау аймақтарынан да тыс орналасқан. Енді атмосфералық ауаның жай күйіне қарасақ, жүргізілген түгендеу нәтижесінде кәсіпорында 92 ластаушы заттар шығарындылары көзі бар. Оның ішінде 63 стационарлық ұйымдастырылған көз бар, 29 ұйымдастырылмаған көз. Барлығы 23 атаудағы нормаланатын зиянды заттар бөлінеді. Осы жобада 3195 тонна жылына нормативті белгілеу ұсынылады. Шашырау есептері көрсеткендей, санитарлық қорғау аймағы мен ықпал ету аймағы шекарасында жер үсті концентрациялары шекті жол берілетін деңгейден аспайды. Сумен жабдықтау бұл бізде су тасымалданатын су, ауыз суы да тасымалданады, бөтелкеленген. Өндірістік ағын сулар биодәретханаларға жиналады, толуына қарай шарт негізінде арнайы автокөлікпен мамандандырылған ұйымдарға шығарылады. Бұл аудан Балқаш Алакөл су бассейн инспекциясына жатады. Бұл жерде ірі өзендер бар: Қаратал, Қызылағаш, Бүйен, Ақсу, Сарқан, Басқан, Лепсі, сосын Тентек өзені. Қаратал өзені үшін судың қорғау аймағының ені 150 метр, а су қорғау белдеуінің ені 35 метр. Құрылыс және пайдалану кезінде жер үсті суларына ешқандай әсер күтілмейді. Судың жылдық тұтыну көлемі 4353 куб метр. Су тек санитарлық тұрмыстық қажеттіліктерге ғана пайдаланылады. Жобаланған учаскеде жер үсті және жер асты суларына ағын суларды төгу қарастырылмаған. Шекті жол берілетін төгінділерді әзірлеу де талап етілмейді. Тұрмыстық ағын сулар биодәретханаларда жиналып, асенсиялық автокөлікпен тазарту құрылыстарына шығарылады. Жылдық су бұру көлемі 4353 куб метр. Өндірістік ағын сулар жоқ. Енді қалдықтар, отход. Қызмет барысында келесі қалдық түрлері түзеледі. Ол дәнекерлеу электродтардың қалдықтары, органикалық еріткіштер бар бояу және лак қалдықтары, майланған шүберек, металл сынықтары, құрылыс қалдықтары, газ конденсаты қалдықтары, пайдаланылған люминесцентті және сынапты шамдар бар, абразивті материалдар сынығы, резеңке техникалық бұйымдар қалдықтары, металл өнімдері және қалдықтарды объектіден тыс тасымалдау бойынша шекті мәндерден асып кету қаупі жоқ. АГТС аумағында қалдықтарды бөлек жинау ұйымдастырылған. Қауіпті қалдықтарды бір-бірімен және қауіпті емес қауіпті қалдықтар екеуі бір-біріне араластыруға жол берілмейді. Қалдықтарды уақытша жинау орындары пайда болған кезде 6 айға дейін сақтайды, қауіпті емес қалдықтарды 3 айға дейін сақтайды. Жою немесе қалпысына келтіру операцияларына дейін 6 айға дейін сақтау қарастырылған. Қалдықтар мамандандырылған ұйымдарға беріледі және ол жою қалпына келтіру объектілеріне шығарылады. Осымен мен баяндаманы аяқтаймын. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамашы ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар болады өздеріңіздің. Сұрақ жоқ. Сұрақ болса, онда бүгінгі қорытынды жауапты жағдайым уақыт бөліп тыңдауға. Рахмет. Бұл кісілер айтпақшы, қоғамдық өткізіп, қол көтеріп дауыс береді екен кешіңіз. Рахмет. Онда қоғамдық жауапты жағдайыңыз уақыт бөлгеніңізге рахмет. Жақсы. Сіздерде сұрақ жоқ па, Галия? Серік Болатович? Спасибо. Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ дейді.